тасаттық беру дәстүрі. Нұх пайғамбар 3 баласын дүниенің 3 тарапына жібереді. Үлкен баласы Самнан барша ақ нәсілділер тарайды. Ортаншысы Хамнан қара нәсілділер өрбиді. Кіші ұлы Жаппастан түркі нәсілі тарады. Оның елігіне күншығысты берді. Нұх пайғамбар оны аттандырып тұрып: «Ұлым, мына тұмарды мойныңа тағып ал. Мұнда қасиетті дұға жазылған. Алда жалда бір қиындыққа тап болсаң, осы дұғаны оқырсың», деп шақпақ тасқа жіп өткізіп, ұлының мойнына тағады. Жаппас шығысқа қарай сапар шегіп, ұзақ жол жүреді. Көп жүріп, қалың қарағайлы бір тауға жетеді. Сол арада кенет аспан күркіреп, жер дүниені қалтыратып жібереді. Әлемді қара түнек қаптайды. Әлден уақытта бір алаулы ұшқын тауға түседі. Қарағайлар лаулап жана бастайды. Жаппас әкесі жазып берген тас бойтұмардағы дұғаны оқиды. Сол сәтте көктен нөсерлетіп жаңбыр құяды. Өрт өшіп, күн ашылады. Жаппас сол сапарда Түркістан деген өңірге жетеді. Сонда тыныстап отырып, шақпақ тасты Қаратаудың баурайына құяды. Осында отау құрып, ұрпақ өсіреді. Дүниеден өтерінде балаларына: «Егер қуаңшылық болып, көктен тамшы тамбаса, тауға барып дұға оқыңдар. Семіз малдан құрбандық шалыңдар. Сонда жаңбыр жауып, егіндеріңнің шығымы жақсы болады», дейді. Содан бастап бұл тас жады тасы деп аталады. Құрғақшылық болған кезде адамдар сол тасқа барып, ондағы жазылған дұғаны оқиды екен. Кейін бұл дәстүр тасаттық беру салтына ұласып кетеді. Адамдар бұлақтың, өзеннің бастауына барып, құрбандық шалып, тәңірден жаңбыр тілейді. Осы сәтте айтылатын тілек қазақ арасында күн жайлату деген атпен белгілі болған. Кеусен беру салты. Кеусен қазақ егіншілерінің күзде егін жиғанда, қырманға егін бастырғанда, басқа да дақылдардан өнім алғанда, ет, жақын туыстарын, көрші қолаң, ауылдастарын егін орап жинасуға, қырман басып соғысуға, картоп, сәбіз, пияз қазысып жинасуға көмекке шақыруы. Әуелі жұмыс бастамай тұрып, атыз басында, қырман қасында көмекке келген адамдарға арнап бір ақсарбас қойын атап сояды да, даладағы жер ошаққа тай қазанын асып, дала дастарқанын молынан жаяды. Асқа жиналғандар жұмыла жұмысқа кірісіп кетеді. Олар егін жиналып болмай, қырман соғылып бітпей кетіп қалмайды. Егінін түгел орысып, қырманын жиысып, соғысып, дәнін ақтап қаптасып, қамбасына кіргізіп, бірақ қайтады. Егін иесі жұмыс істесе, келген адамдарды құр қол қайтармайды. Оларға алған өнімнен құшыр, қол үзік дән бөліп береді. Оны қазақ ғұрпында кеусен немесе кепсен деп атайды екен. Ал күзде өнімді мол алған кейбір диқандар қырман соғып, астық қызылдазғанда үйіп қойған дәнінен астық құшыры деп ағаш күрекпен шетінен кесіп бөледі де, оны бөлектеп жеке алып қояды. Әбден қырманы соғылып, астығы толық қапталып болған соң, әу баста бөлектеп алған қалған астық құшыры аталған дәнді тұрмысы нашар, жітік, кәрі құртаң, жетім жесір, кедей, мүсәпір, мүгедек адамдарға үлестіріп, қырман басынан қаптап бөліп береді. Қазақ оны да кеусен немесе астық құшыры деп атайды. Осы орайда сыр бойында ертеде өмір сүрген Әлішнар есімді диханның хикаясын баяндай кетелік. Ол әрдайым егінге кеткен. Жаз болса, егінін күтіп баптап, күзде орып, жинап алады. Өзінің ішіп жемі мен тұқымдығынан артылған астықты ел жұртына таратып, халықтың алғысын алыпты. Адамдарға істің көзін үйретіп, кәсіпке баулыпты. Ең бірінші рет шығырды ойлап тауып, өзеннен су тартудың да жөн білген сол екен деседі. Диханның бір жомарт қасиеті, егін бастырып жатқанда қырманға кімде-кім келіп қолғабыс берсе, қабына бидай, күріш салып береді екен. Өзі бұл сыбағаны кеусен деп атапты. Егінші еселеп, кеусенші кеселеп деген сөз содан қалыпты.
Оны бергеннен диханның ырысы кеміп қалмапты. Дәулеті де, әулеті де көбейіп аса берген деседі. Атақ құрметі ел арасына кең жайылыпты. Одан егіншілік кәсіптің қыр-сырын үйреніп, шәкірт болғысы келетіндер саны артыпты. Әлі Шынар үнемі бала-шағасына, шәкірттеріне шырақтарым, Құдайға шүкіршілік етіңдер. Бісмілда деп дән сепсеңдер, Хақ тағала еңбектеріңді ескерусіз қалдырмайды. Егінші мәрт, жер жомарт деген ниеттерің тарылмаса, бақ береке арылмайды деп ақыл айтыпты. Халық Әлі Шынарды келе-келе Дихан баба деп атап кетіпті. Оның дүниеден өткеніне қанша жыл өтсе де, аты ұмытылмапты. Егіншілер егін егерде ең алдымен Дихан бабаның руынан медет тілеп, Алладан жәрдем сұраса, егіні бітік шығады екен. Қырманға кім келсе де бос қайтармай, кеусен беріп жібереді екен.